Келесі тақырып бізде вектордың ұзындығы. Вектордың ұзындығы. Егер бізде А векторы берілсе, координаттарымен X, Y және Z. Онда осы вектордың ұзындығы деп мына санды айтамыз. X квадрат қосылған Y квадрат қосылған Z квадрат түбір астында. Яғни координаттарын квадраттап қосып түбір астына аласыздар. Вектордың ұзындығын осындай символмен белгілейді. Яғни векторды модульге алады. Егер бізде дәл жаңағындай А, Б векторы берілсе, мысалы, онда есебіміз дәл жаңағындай X, Y және Z координаттарымен. Онда дәл жаңағындай осы формамен табасыздар. Яғни А, Б векторының модулі ол сіздерде X квадрат қосылған Y квадрат қосылған Z квадрат түбір астындағы тең. Бірінші мысал. Вектордың ұзындығын табу керек. А векторының ұзындығы. Шешу. А векторының ұзындығы тең. Қалай есептейміз? Burasında 1 kvadrat қосылған 2 квадрат, қосылған минус 2 квадрат. Дұрыс. Тең болады 1 қосылған 4 қосылған 4 түбір астында. Ол тең түбір астында 9. Оның мәні 3-ке тең. Демек, А векторының ұзындығы 3-ке тең екен. Жауабы 3 бірлік. Келесі. А және Б нүктелері берілген А, Б векторының ұзындығын табу керек. Шешу. А және Б нүктелері берілген А, Б векторының ұзындығын табу керек. Алдымен бізге нені табу керек, айтыңыздаршы? Ұзындықтан бұрын. А, Б. Векторды табу керек, дұрыс. Қараңыздар, бізде тек нүктелер берілген. Бізге табу керек, А, Б векторын табу керек алдымен. Жазып қояйық. А нүктесінің 1, 2, 3 координаттары. Б нүктенің координаттары минус 1, 1, 1. Жақсы. А, Б векторы. А, Б векторы. Қалай табамыз А, Б векторын? Векторның координатасын қалай табамыз? 1, жоқ, минус 1, минус 1. Яғни Б нүктесінің координаттарынан А нүктесінің координаттарын азайтамыз ба? Азайтамыз. Иә. Яғни бұлай азайтасыңдар, иә? Сонда бізде Б нүктесінің координаттары минус 1, 1, 1. Азайту А нүктесінің координаттары 1, 2, 3. Тең. Азайтайық. Сонда бізде бірінші координата неге тең? Минус 2. Минус 2. Минус 1. Минус 1. Сосын? Минус 2. Минус 2. Сонда А, Б векторының координаттары минус 2, минус 1 және минус 2-ке тең. Енді А, Б векторының модулін табайық, яғни ұзындығын. Есептейік. Сонда бізде минус 2-ның квадраты қосылған минус 1-дің квадраты қосылған минус 2-ның квадраты. Есептейтін болсаңыздар, бұл жаңағы біздің түбір астында 9 болып шығады. 9. Үште. Сонда А, Б векторының ұзындығы 3 бірлікке тең екен. Жауабы 3-ке тең екен.
Келесі мысал. Так, келесі. Келесі. X және Y векторлар берілген, онда мына C векторының ұзындығын табу керек. Шешу. Не істейміз деп ойлайсыздар алдымен? X-тің координаттарын 4-ке көбейтеміз. Сосын? Иә, қосамыз 3 көбейтілген Y-тің координаттарын. Дұрыс. Сосын шыққан вектордың ең соңында ұзындығын табамыз, иә? Иә. Дұрыс. Жақсы, алдымен бізге C векторының координаттарын табу керекпіз. Есептейік. Так, C векторы ол тең 4 көбейтілген X векторіне қосылған 3 көбейтілген Y векторіне. Ол тең. Енді 4-ті көбейтейік X векторіне. 4 көбейту X векторіне. Так, X векторы бізде міне координаттар берілген 6, 3 және -1. Қосылған 3 көбейтілген Y векторіне. Міне координаттары. -2, -3 және 0. Енді есептейік. Так, 4-ті векторға көбейткен кезде әрбір координатына көбейтіп шығамыз. Сонда 24, 12, -4. 24, 12, -4. Дұрыс. Қосылған -6, -9, 0. дұрыс. Енді есептейік ары қарай. Қосайық. 24-ті -6-та қосқан кезде 18, 18. Сосын 3 3, и -4. -4. Қараңыздар. С векторының координаттары осындай екен. Енді С векторының ұзындығын табуға болады. Есептейік. Вектор С модуль. Мына модуль деген символды ұмытып кетсеңіздер, ол қате болып саналады. Так, С векторының ұзындығы. Сонда қалай есептейміз? 18 квадрат қосылған 3-тің квадраты қосылған -4-тің квадраты. Мына жерде 4-тің квадрат деп алса болады, ештеңе өзгермейді, өйткені минус бізде бәрі квадраттың әсерінен жоқ болып кетеді. Так, тең. Так, қараңыздар. 324. Так, 18-дің квадраты. 324-ке тең екен, дұрыс. Оған қосамыз нешені? 9. 9-ты қосылған 16. 16. Тең. 349. 349 шама? Иә. Иә. 49. Ол түбірасынан шыға ма? Оған қостық біз 9-ды, қостық біз 16-ны. Түбірасынан шыға ма екен, жоқ? Жоқ. Так, ол бізде түбірасынан шықпайды. Ал 349-ды оны бізге көбейткіштерге жүктеуге бола ма? Жай көбейткіштерге немесе 349 нешеге бөлінеді деп ойлайсыздар? 7-ге бөліне ме? Бөлінбейтін шығар. Бөлінбейді 7-ге. 3-ке. 3-ке бөлінбейді, өйткені қараңыз. Мынау 3-ке бөлінеді, мынау 4 3-ке бөлінбейді, көрдіңіз бе? Так, нешеге бөліну мүмкін тағы? Так, бөліп көрейікші 13-ке. Бөлінбейді. 49. Так, 349. Жарайды, оны біз қалдыра тұрайық осылай. Егер тауып жатсаңыздар айтасыздар, 349 оны қалай жүктеуге болады түбірасынан шығатын сандарға. Так, біз осылай қалдырайық жауабын. Жауабы түбірасында 349-ға тең екен ұзындығы.